Илим жана зикр. Зикр 8. Абу Муса Аш'ари радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: Құран Кәримді оқыған мұсылман цитрус, башқаша айтқанда утружа, апельсин, мандарин мөмөсі сияқты. Анын жіті жағымды, таамы таттуу. Құран оқымаған мұсылман құрма сияқты, анын жіті жоқ, бирок даамы таттуу. Құран оқыған мұнафық, башқаша айтқанда эки жүздүү, райхан сияқты, анын жіті жағымды, бирок даамы ачуу, кычкыл. Құран оқыбаған мұнафық ханзала сияқты, анын жіті да жоқ, даамы да ачуу. Абу Муса Аш'ари радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: Құран Кәримді оқыған мұсылман цитрус, башқаша айтқанда утружа, апельсин, мандарин мөмөсі сияқты. Анын жіті жағымды, таамы таттуу. Құран оқымаған мұсылман құрма сияқты, анын жіті жоқ, бирок даамы таттуу. Құран оқыған мұнафық, башқаша айтқанда эки жүздүү, райхан сияқты, анын жіті жағымды, бирок даамы ачуу, кычкыл. Құран оқыбаған мұнафық ханзала сияқты, анын жіті да жоқ, даамы да ачуу. Абу Муса Аш'ари радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: Құран Кәримді оқыған мұсылман цитрус, башқаша айтқанда утружа, апельсин, мандарин мөмөсі сияқты. Анын жіті жағымды, таамы таттуу. Құран оқымаған мұсылман құрма сияқты, анын жіті жоқ, бирок даамы таттуу. Құран оқыған мұнафық, башқаша айтқанда эки жүздүү, райхан сияқты, анын жіті жағымды, бирок даамы ачуу, кычкыл. Құран оқыбаған мұнафық ханзала сияқты, анын жіті да жоқ, даамы да ачуу. Муслим. Пайдасы: ханзала дарбызга сымал мөмө, сырты кооз, адамы болсо аябай кычкыл, ачуу.